Туризм өңірдің тынысын ашып, табиғатын танытатын маңызды сала. Соңғы жылдары Меркі ауданының көрікті жерлеріне қызығушылық артып келеді. Биылдың өзінде мұнда 60 мыңға жуық турист табан тіресе, оның 2 мыңға жуығы шетелден келген қонақтар. Әсем табиғат пен көрікті мекендерді тамашалауға Ресей пен Польша азаматтары да арнайы келіп жатыр. Меркі ауданы емдік суларымен және әсем сұлулығымен көптеген турист тарта алады. Ауданның туристік әлеуетін арттыру бағытындағы жұмыстар кезең-кезеңмен жүзеге асуда. Биыл аумағы 83 мың гектарды құрайтын табиғи парк құрылып, өңірдің экотуризм мүмкіндігін кеңейтуге жол ашылды. Сонымен қатар ауданның сұлу табиғаты әлеуметтік желілер арқылы кеңінен насихатталып, елімізден ғана емес, шетелден де саяхатшылардың қызығушылығын оятуда. 2025 жылы ауданымызда 60 мыңға жуық туристер келсе, оның ішіндегі 2 мыңға жуық шетелдік туристер келген. 2026 жылғы қысқы спорт түрлерінен соның ішіндегі 2 республикалық, 3 облыстық, 8 аудандық іс-шара ұйымдастыру жоспарлануда. Сондай-ақ ағымдағы жылы ауданымызда аумағында 83 мың гектарды құрайтын табиғи парк құрылды. Бұл ауданымыздың туризм саласын одан әрі дамытуға жол ашады. Сүйіндік шатқалы алдағы уақытта аудан туризмнің жаңа нүктесіне айналуы мүмкін. Қазір мұнда заманауи демалыс орындарын ашу, глэмпингтер орналастыру және жобаларды қаржыландыру мәселелері де қарастырылуда. Осы Сүйіндік, басқа да бізде кәсіп туризм саласындағы жаңағы демалыс орын аймақтары бар. Әрине, біз ол кісілермен бірде тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңға Сүйіндік шатқалындағы орналасқан Қырғызбаев Марат ағамыз ол жердегі қазір осы әлеуметтік жаңағы СПК арқылы қаржыландыру мәселесін қазіргі заманауи талапқа сәйкес глэмпингтер қоюға өз көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Туризмді дамыту бағытындағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Қазіргі таңда аудан аумағындағы Сұрат шатқалында орналасқан Аққайнар демалыс орталығының құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жоба осы жылдың шілде-тамыз айларында пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Бекзат Әшірбай, Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.